Хайырлы күн балалар, бүгін сендермен 4-ші сынып 57-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы санға бөлу алгоритмі. Бірінші тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында. Егер бөлінгіш бөлгіштен кіші болса, онда бөлінді 0-ге тең. 0-ге, ал қалдық бөлгішке тең болады. 171-ді 281-ге бөлетін болсақ, сонда 285 бөлінгішіміз бөлгіштен үлкен, сондықтан да 0 болады жауабы, ал 171 қалдық болып қалады. Тексеру үшін 285-ті 0-ге көбейтіп, 171-ді қосатын болсақ, жауап 171 шығады. Енді бірінші есепті шығаратын болсақ, 81-ді 8-ге бөлетін болсақ, 81-дің ішінде 8, 10 рет бар. Ал бұл жерде 10-ды 8-ге көбейтсек 80 болады, бір қалдық қалады. Келесі 81-ді 90-ға бөлеміз, яғни бұл жердегі бөлінгішіміз бөлгіштен үлкен болып, сондықтан да жауап 0-ге тең болады, ал қалдығымыз 81-ге тең болады. Келесі 481-ді 8-ге бөлеміз. 48-дің ішінде 8 саны 6 рет бар. Ал 1-дің ішінде 8 саны 0 рет бар. Сонда жауабы 6 болады, бір қалдық қалады. Келесі 171-ді 280-ге бөлсек 0-ге тең, себебі бөлінгіш бөлгіштен үлкен болып тұр. Ал 171 саны қалдық болып қалады. Келесі бөлудің қалай орындалғанын түсіндір деп тұр. Бірінші 115.710-ды 285-ге бөлеміз. Енді 1157-ның ішінде 285 саны 4 рет бар. Алды 4-ті 285-ге көбейтетін болсақ, 1140-қа тең. Ал сонда 17 саны түседі, төбеден 1-ді түсірім, сонда 171-дің ішінде 285 саны 0 рет бар. 0-ді жазамыз. Тағы 0-ді түсіретін болсақ, 1710-ның ішінде 285 саны 6 рет бар. Сонда жауабы 406-ға тең болады. Келесі 204.480-ді 586-ға бөлетін болсақ, бұл жерде 2044-дің ішінде 568 саны 3 рет бар. Енді бұл жерде 3-ті 568-ге көбейтетін болсақ, 1704. Ал сонда төбеден 340 түседі, тағына 8-ді түсіретін болсақ, 3408-дің ішінде 568 саны 6 рет бар. Ал мына жердегі 0 санын жауабына алып кеп қоямыз, сонда жауабы 360-ға тең болады. Келесі есепте және тексеру амалын орындауымыз керек. 137.712-ні 456-ға бөлетін болсақ, 302. Тексеру үшін 302-ні 456-ға көбейтсек, 137.712-ге тең болады. Келесі 300.490-ды 995-ге бөлсек, 302 шығады. Тексеру үшін 302-ні 995-ге көбейтетін болсақ, 300.490-ға тең болады. Келесі 228.912-ні 456-ға бөлсек, 502. Тексеру үшін 456-ны 502-ге көбейтсек, 228.912-ге тең болады. Келесі 361.769-ның ішінде 599 саны 604 рет бар екен. Енді 504-ті 604-ге көбейтетін болсақ, 361.796-ға тең болады. Келесі 4-ші тапсырма, бұл жерде де есепті деп тұр. 150.756-ны 739-ға бөлсек, 204-ге тең болады. 81.900-ді 234-ге бөлсек, 350-ге тең болады. 195.780-ді 753-ге бөлетін болсақ, 260-ға тең болады. 132.184-ді 164-ге бөлсек, 806-ға тең болады. 60.032-ні 869-ға бөлсек, 67-ге тең болады. Ал 260.700-ді 395-ге бөлетін болсақ, 660 шығады. Калькулятормен де есептеп көрсеңіздер болады. Келесі 5-ші тапсырма. Бір жылдары Нью-Йорк метрополитен өнер музейінде бастауыш сынып оқушылары 358.920 болған. Егер бір күнде орташа есеппен барған оқушының саны 997 оқушыға тең болса, онда сол жылы музей неше күн жұмыс істеген? Яғни күніне 997 оқушы жұмыс істеген, бір жылда 358.920 оқушы жұмыс істеген. Жұмыс істеді, бір жылда неше күн жұмыс істеді деп тұр. Енді жалпы оқушыны бөлеміз біз 997-ге, сонда 360-ға тең болады. Сонда бір жылда музей 360 күн жұмыс істеген.
Келесі 6-шы тапсырма дүние жүзіндегі танымал музейлерге адамдардың келу деңгейіне қарап есептер құрастыр деп тұр. Енді бұл жерде бірінші рейтингтегі орны берілген келушілердің жалпы саны, музейлер қай жерде, қандай музейлердің атаулары және қандай қалада екені берілген. Біз бұл жерде Лувр музейі мен және Британ музейін алдық. Өзіміз есеп құрастыруымыз керек. Енді Лувр музейінде келушілердің жалпы саны 7.400.000 болса, ал Британ музейінде жалпы келушілер саны 6.420.395-ке тең болады. Бұл жерден Лувр музейі мен Британ музейінде нешеге артық екенін табуымыз керек. Ол үшін біз үлкеннен кішкентайын азайтамыз. Лувр музейі 7.400.000-нан азайтамыз. Британ музейінде 6.420.395-ті, сонда 979.605 шығады. Жауабы: Лувр музейінде Британ музейіне қарағанда 979.605 адам артық келеді. Келесі тапсырма: сызба бойынша өрнек құрастыр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Өрнектердің мәнін тап деп тұр. Бұл жерде бірінші 400 өрнектің мәнін жазып аламыз. 3000 қосу жақшаның ішінде 4860-ға 860-ты қосып, оны бөлеміз 4-ке, оны көбейтеміз 28-ге. Бірінші қосу амалы, одан кейін бөлу амалы, одан кейін үшінші көбейту амалы, төртінші қосу амалы орындалады. Бірінші енді мына жердегі 4860-ты 860-ға қосып аламыз, ол 5720-ға тең болады. Екінші бөлу амалы, яғни оны 4-ке бөлетін болсақ, 5720-ны 4-ке бөлетін болсақ, 1480-ге тең болады. Үшінші көбейту амалы, 1430-ды 28-ге көбейтсек, 40.040-қа тең болады. Төртінші қосу амалы, 3000-ға қосамыз, 40.040-ты, сонда 43.040-қа тең болады. Жауабы 43.040-қа тең деп жазамыз. Келесі тапсырма 8-ші тапсырма: суреттегі картиналардың ауданын және қоршаудың периметрін есепте деп тұр. Бірінші суретке қарайтын болсақ, оның ұзындығы және ені 60 см және 40 см деп тұр. Енді периметрдің формуласы P тең А қосу Б көбейту 2-ке тең. Бұл жерде А 40-қа тең, Б 60-қа тең. Екеуін қосатын болсақ, 100-ге тең болады. Оны 2-ке көбейтетін болсақ, 200 см, яғни P тең 200 см-ге тең болады. Ал оның ауданын табатын болсақ, ауданның формуласы А көбейту Б. А 40-қа тең, Б 60-қа, екеуін көбейтетін болсақ, 2400 см²-ға тең болады. Екінші суретке қарайтын болсақ, А 90-ға тең, Б А 70-ге тең, Б 90-ға тең. Енді 90-ға 70-ті қосатын болсақ, 160, оны 2-ке көбейтетін болсақ, 320 см, яғни периметрі 320 см болады. 320 см. Оның ауданы S тең, Аны Б-ға көбейтеміз, 90-ды 70-ге көбейтетін болсақ, 6300 см²-ға тең болады. Үшінші суретке қарайтын болсақ, шаршы тәрізді сурет берілген, яғни 4 қабырғасы бірдей болып тұр. 80 см, 80 см. Сондықтан да шаршының периметрінің формуласы P тең 4 көбейту А-ға тең. 4-ті 80-ге көбейтетін болсақ, 320, яғни P тең 320 см-ге тең болады. Ал ауданы А көбейту А, яғни Аның квадраты 80-ді 80-ге көбейтсек, 6400 см²-ға тең болады. Үшінші суретте. Келесі 9-шы тапсырма: ойлан және жауап бер. Фигура түрлі түсті текшелерден құралған. Суреттердің қайсысы осы фигураның алдыңғы бетінен, оң жағынан және төбесінен қарағанда үлгісі болып табылады деп тұр. Енді бұл жердегі мынау бірінші сурет. Бірінші суретіміз сол. Ал екінші суретіміз мына жерде сызып қойған сурет, мынау. Ал үшінші суретіміз мына жағы. Арт жағы. Енді бізге айтып тұр, алдыңғы бетінен, оң жағынан және төбесіне қарағанда үлгісі болып табылады. Үлгілері беріліп қойған. Енді біз оң жағынан қарайтын болсақ, мына бірінші суреттің оң жағынан қарайтын болсақ, сонда мына жерде 3 сызбамыз көрінбейді екен. 3 мына жақта, біреуі көрінбейді. Ал екінші жағынан, яғни төбесінен қарайтын болсақ, сонда мына жердегі мынау сурет, мына жақта біреуі көрінеді, астында бір екеуі көрінбей қалады екен. Ал енді үшінші суретке қарайтын болсақ, яғни бұл жерде алдыңғы жағынан қарайтын болсақ, сонда бізде мына екі сурет, одан кейін мына жақта үшеуі көрінбей қалады екен. Келесі 10-шы тапсырма: бізге берілген есептеп дұрыстығын тексер деп тұр. Бірінші 169.332-ні 548-ге бөлеміз. Бұл жерде
1693-тің ішінде 548 саны 3 рет бар. Соны көбейтетін болсақ, 1649. Сонда 49 санды түсек, 49-ның ішінде 549 саны жоқ, ал 3-ті түсіретін болсақ, 493-тің ішінде 548 саны жоқ. Сондықтан да 2-ні тағы түсіреміз. Сонда 0 жазып, одан кейін 4932-ның ішінде 548 саны 309 рет бар. Тексеру үшін 309-ды 548-ге көбейтетін болсақ, 169332 болады. Екіншісі, 51689-ды 127-ге бөлетін болсақ, 407. Тексеру үшін 407-ні 127-ге көбейтетін болсақ, 51689 шығады. Келесі 59690-ды 235-ке бөлетін болсақ, 254. Тексеру үшін 254-ді 235-ке көбейтсек, 59690-ға тең болады. Келесі 105300-ді 25-ке бөлетін болсақ, 4212. Тексеру үшін 4212-ні 25-ке көбейтсек, 105300-ге тең болады. Сонымен бүгінгі 4-ші сынып 57-ші сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.